Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін мастер маникюр гүлжайна. Мен сіздерге бүгінгі сабақта қандай маникюр жасау үшін қандай құрал-жабдықтар керек екендігін айтатын боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер және де осы видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең бірінші бізге маңызды құралдың бірі ол пилка болып келеді. Пилкамен біз неше түрлі формалар саламыз. Пилкалардың түрлері өте көп. Әртүрлі пилка алсаңыз болады. Басты сізге қолайлы болса болды. Бұл бізде бафик деп аталады. Бафикті біз тырнақтың беткі қабатын тегістеу үшін қолданамыз. Келесі бұл құрал бізде щетка деп аталады. Бұл бізде ашка деп аталады. Ашкамен біз кутикула аламыз. Ашкалардың түрлері өте көп және де бағалары әртүрлі. Келесі бізде ол пушер деп аталады. Пушермен біз кутикуланы итереміз. Бұл бізде апельсиновая палочка деп аталады. Бұның да өте пайдасы көп маникюр жасаған кезде. Келесі бізде кисточкалар. Кисточкамен сіздер әртүрлі дизайндар саласыздар. Бұл бізде лампа. Гель жаққан кезде геліміз осы лампа арқылы кептіретін құрал. Және де келесінде бізде снятияға арналған аппарат. Бұндай аппарат сіздерге міндетті түрде керек. Келесі оның басына кигіздіретін фрезалар. Фрезалардың түрлері өте көп. Олардың бәрін алдағы видеода айтатын боламын. Ең соңғы сіздерге настольный лампа керек. Бұл да міндетті түрде, өйткені біз маникюр жасаған кезде жап-жарық болып тұру керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда қандай видео көргілеріңіз келеді, сол туралы комментария жазсаңыз болады. Және де менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.